Аса қамқор, ерекше, мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Уақыт тұрмайды. Ол күндіз-түні жылжып өтіп жатыр. Бұл бір байқалмайтын құдіреті шексіз құбылыс. Кеше ғана жалаң аяқ жүгірген, табаны тілінген бала едің, ер жеттің, жігіт болдың, үйлендің, әке болдың, онан соң ата болдың. Сол аралықта уақыттың зымырап өтуімен шаш сақалың ағарды, көзге кірбің ұялап, әлсіздіктің, шаршаудың нышаны байқалап, жүрекке мұң орнықты. Ал енді осы жасыңа дейін не бітірдім деп ойлайсың? Уақыттың көбі елеусіз өтті де кетті. Не деген мүмкіндік, не деген нығмет пен байлық еді. Алла тағаланың бізге берген осындай мол мүмкіндігі мен есепсіз нығметінің қадірін уақытылы біле алмай, бос нәрсеге алаң болып, көп уақытымызды босқа өткізіп алдық. Енді біздің ізіміздегілер осындай олқылықты қайталамаса игі еді. Себебі Құран кәрімдегі Мүъминун сүресінің 115 аятында Алла тағала: «Ей адам баласы, бізді сендер өздеріңді бекерден бекер жаратты, біздің алдымызға қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма» десе, Шарх сүресінің 7-8 аяттарында ендеше бір істі бітірген соң бірден басқа бір іске кіріс. Сондай-ақ қандай іспен айналыссаң да әрдайым Раббыңа, оның разылығына қарай ұмтыл деп, уақыттың тез өтетін өткінші екенін, әрі сондай қымбат қазына екенін, сол нығметті барынша дұрыс та тиімді пайдалану керектігін ескертеді. Сондай-ақ ақиретте Раббымыздың алдында берілген барлық нығметтерден сұралатынымызды есімізге салады. Расында біз адамдар тіршілікте нәпсімізге еріп, мәңгі өмір сүретіндей ештеңенің қадірін білмей, берілген барлық нығмет пен мүмкіндікті зая кетіріп жатырмыз ғой. Әйтпесе, мына кеудеміздегі соққан жүрегіміз, жүрген аяқ, ұстаған қолымыз, сайраған тіліміз бен шырадай жанған екі көзіміз, еститін құлағымыз, ауаны үздіксіз жұтып тұрған мұрнымыз, мұның бәрі білгенге не деген шексіз нығмет. Осы нығметтің бәрін кім берді, кім сыйлады? Мұның бәрін берген Алла тағала уақыты келгенде бізден алып қояды. Сонда уақыттың қадірін білмеген біз бейшара: «Раббым, кері қайтаршы, жақсы амалдар мен игі істер істейінші, уақытымды тек құлшылықпен өткізейінші» деп жалбарынады екенбіз. Бірақ бұл мүмкін емес нәрсе екен. Мына жалған дүниедегі Алла белгілеген шектеулі уақыт соныменен бітеді де, ары қарай барзақ әлемі басталып, қияметті күтетін күн туады. Муғаз ибн Джабалдан Тирмизи риуаят еткен бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні Алланың ешбір құлы өмірін қайтып өткізгендігі, жастық шағын қалай өткізгендігі, дүние мүлкін қандай жолмен тауып, қайда жұмсағандығы және алған ілімімен не істегендігі жайлы есепке тартылмайынша бір адам да орнынан тапжылмайды деген. Алланың және Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның сөздері рас. Бұл айтылғанның бәрі де ертең-ақ болады да қояды. Оған еш күмән келтірмейміз. Сондықтан да аға, іні, әпке, қарындас, бауырлар,
Бүгінгі алтын уақытымызды тиімді пайдаланып, мүмкіндігінше ертеңімізге дайындалайық. Уақыттың сондай тез екенін атам қазақ, уақыт қылыш секілді, сен оны пайдаланбасаң, ол сені кеседі десе, келесісінде уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені деп нақылдайды. Алла тағала баршамызға уақытты тиімді пайдалануды нәсіп еткей.